болсын, сен іздеп шынға шықтым. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Қазақ Орда каналы. Видеоның басым жып, сіздердің тек қолдау күтеміз. Біздің арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, лайкпен және де каналға жазылуды ұмытпайық. Рахмет достар сіздерге. Және де алғашқы өздеріңіз білесіздер, Instagram парақшам бар. Сол жерге тіркеліп кетіңіздер, қолдау көрсетіңіздер, шарф, флаг болсын сатып алыңыздар. Сіздерден тек үміт күтемін достар. Рахмет. Ал бүгін бізде FIFA Mobile бір өте керемет подарка беріп жатыр. Міне қараңыздар, бұл кім деп ойлайсыздар? Сіздер де алып үлгерген шығарсыздар. Бірақ бұл ойыншы кешегі El Clasico'ның жұлдызды ойыншыларының бірі. Реалды сүйреп алып шыққан ойыншы осы-ау деймін. Қараңыздар, бұл Винисиус Жуниор дейді. Міне болашақ Роналдо. Өте керемет, уже Роналдоның несіне де келген шығар бұл ойыншы. Өте керемет 91 деген рейтинг, это білмеймін, ЛБ позициясында ойнайтын ойыншыны берді. Өте керемет ұнады. Біздер енді Диаштарды бегер алдық деп ойладық қой. Енді мына жерде енді білмеймін, қайда Винисиус Жуниорды қоятын боламыз. Винисиус Жуниордың сводкасын көрейік. Қандай? Ойба, скорс деген, жылдамдық деген өте көп қой. Көп деген нелері бар, маңырыңыздар. Прием бәрі бар, талант дейді. Маған енді равный играда ойнап бір көру керек бұл ойыншыны. Алып болсын құрсын, болмайды мына ойыншы. Жасау керек болғанда. Ал достар, кімді тексеріп көреміз? Винисиус Жуниорды. Ол енді сатылмайтын сияқты, өкінішке орайда. Қателеспесеміз. Қазір көрейік. Винисиус Жуниор қайдасың сен? Сатылмайды, өкінішке орайда. Диастарың ойба, уже 8 миллионға шейін түсіп кетіп тауым. Мама, бензималарда бағасы түсіп жатыр екен. Жақсы, бұларды көреміз. Алда бұйырса сатылса сатылғаны. Division Royals'та енді Винисиус Жуниордың несін көрек, қалай не істейді екен, топ ойыншы ма екен, оңай ма екен көрек. Енді жылдамдығы өте қатты ұнады. Сондықтан да көреміз қалай алып шығатын екен бұл ойыншының. Жылдамдық өте керемет ойнады бұл ойыншы. El Clasico'да көрген жандар Реалдың болельшіктері енді мықты екен достар. Өте керемет талантты алған екен. Сондықтан да көреміз. Кеттік. Ал қалай ойнап шығады екен Винисиус Жуниор. Топ ойнап шығады деп ойлаймын. Жылдамдығы да, скорсы өте жақсы. Міне бірден кетті. Финтті өте жақсы жасайды. Неймардың енді орнын басатын ойыншы ғой бұл, действительно. Мойындау керек. Бруно Гимарештар, міне бразилиялықтар өте керемет. Кетті, әке. Кім бар? Винисиус Жуниорды көрдік. Соққа жоқ, бұл жерде апсайды екен. Винисиусқа, ой, Бензиманың берген пастар өте керемет емес. Және Винисиус Жуниор өте керемет. Өте пастың бастығын берді. Міне қараңыздар, тағы да әкенің пасы жылдамдығымен өте жақсы. Мықты екен мына ойыншы. Міне тағы да бір соққа. Попыткалардың бәрін орындап тұр. Маған несі өте керемет. Составқа қоямыз енді. Бұл ойыншыны берген екен. Бергеннен кейін алып қойып отырмыз. Міне кеттік. Тағы да Винисиус Жуниор тағы да жоқ, жылдамдығын ала алмай жатыр. Әуеде доппен Бензима берді және артқа тартады және соққы. Бермеді ау бұл жерде. Бензима не істеп кеттің ұр? Соққысы да өте жақсы. Бензима да келет деп жатыр. АПЛ-ға қай клубқа келсе де енді жаратын ойыншылардың бірі ғой. Ой, бұл жерде не істедің? Тағы да береміз. Жоқ, қателесті. Бұл жерде пастар. Әкенің пасы, баспенде ұрам деп тұр ғой. Бұл ойыншы баспенде. Қай бір соққың болсын баспенде соғам дегені айтып тұр бұл ойыншының да. Вини өте жақсы. Біздер ұшып кеттік па не уже. Екінші профи осыны көтеріп соң керек еді әттең. Қашан шықты FIFA уже әлі көтер алмай жатырмыз. Бұның да бір шанс бар. Бізден төмен екен. Қарсыласымыздың рейтингінде шанс өте көп бізде. Сондықтан да көреміз қазір.
қалай жеңіп шығатын бекенбіз. Бұл да Винисиус Жуниорды қойып қойыпты. Ай, Винисиусың жаратын болды бізді де. ЛВ позициясында ойнамайтын жандар болса, онда қиындау бұл позицияға. Ал кеттік, пас бердік тағы да. Винисиус Жуниор Кеза берді және артпен соғама десем, қашып жүргі доптан бұл ойынша. Пирлоның басы, Карим Бензиманың басы дейді. Кеттік, қайда? Мына жерде кім бар? Белерин. Бензима, не істеп атсыңдар, жігіттер, соққымен соғай. Винисиус, солақ оңа қайын, действительно, мұраққа не секіп жүр түсінбейм. Міне солаққа өте жақсы, жай жасап тұр, енді солаққа кішкене көрініп тұр. Слабилау екені. Жай ұшат топтар, өте жай, мынау енді. Оңа қайға секіру керек қой бұл ойыншыға. Неге мен жақта сола қайға жүр деймін да. Или любой позицияда ойнайым деп тұрман бұл ойыншы. Шабуылда да ойнайтсақ та, реалда да. Винисиус Жуниор тағы да бір соққысын жасады. Жеңуіміз керек. Бізден төмен бұл қарсыласымыз. Мынау кішкен ес жоқ физически бір дамып алса Роналду ұқсап. Сондай шер жаратын ойыншы ойнап тұр. Любой жерді туылесіп кәдімгідей денесін көрсетіп шығарып алса, міне Винисиус баспен жақсы допқа ұмтылысы өте керемет. Тағы да Пирлон берген пасы және алыстан соққы. Өте керемет. Винисиус тағы да әкенің басы және соққы гол. Өте жақсы алып шықты Вини, барлық пастың бәрін алып шыққан ойыншы. Спортқа өте рахмет. FIFA осындай шарт берген, тегін беріп жатыр. Алда уақытта Тотиға да тегін беретін ойыншылар бар, сондықтан да берулерін тілейміз. Өте керемет ойыншыларды алып алатын боламыз бұйырса сіздермен. Осы спорттың несіне қалай ойлайсыздар достар? Рахмет айтасыздар ма? Төменге жазып кетіңіздер комментарияға. Рахмет деп спортқа осындай тағы да бір топ ойыншылар берсе өте жақсы болатын еді. Осылай достар, кішігірім составымызға өзгерістер енді. Спорттың осындай бір подаркасына рахметімді айтамын. Ал достар, видеоны ұнаса каналға жазылып, лайк басуын ұмытпаңыздар. Сіздерден тек лайк, қолдауға рахмет достар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.